Алақаның бүгінгі айдарында бізде көжектердің немесе қояндардың күтіміне қатысты ақпараттарды сіздерге айтамыз. Сонымен бізде бүгін зоо дүкенде осы көжектің күтіміне қатысты ақпараттарды Алина айтып береді. Сонымен Алина айтыңызшы, қалай күтіп бастау керек осындай көжектерді кішкентай кезінен? Это самые декоративные маленькие кролики. Они делятся на породы. Бұл ең кішкентай декоративті қоянның түрі. Оның өзінде де түрлі тұқымдары болады. Мысалы, мынау салпаң құлақ қоян. Бұлардың салмағы 1,5 келіден 3 келіге дейін барады. Үй жануары ретінде бағам десеңіз, бұдан артығын таппайсыз. Шу шығармайды, еркеде емес, қолға тез үйренеді. Жалпы қояндарды қолға үйрету біздің заманымызға дейін 2,5 мың жыл бұрын Азияда бастау алған. Сосын Африка мен Еуропаға таралған. Олардың сізге бауыр басқанын, сізбен қалай амандасқанынан байқауға болады. Егер сізді көргенде қолыңыздан жаласа, жап-жақсы досқа айналдыңыз деген сөз. Менікі жаламайтын сияқты. Әлі хозяин, әлі иесі бола қойған жоқпын. Иә, солай иесінің үстемдігін мойындайды. Бұл қояндардың мысық секілді тазалыққа бейім екенін де білдік. Артық қалдық қалдырмайды, белгіленген дәретханаға ғана барады. Өз денесін мысықша тазалап таранып жүреді. Ал суға түсірем десеңіз, арнайы сусабымен айына 1 рет шомылдыруға болады. Және аптасына 1 рет тарақпен тарап тұруды да ұмытпаңыз. Ол есейгенде кастрация не стерилизацияға барып қайтқан жөн. Көп көжектің біраз әуре сарсаңға салары анық. Біз білетіндей, қояндар сәбізді көп жейді. Сәбізді бере берсе бола ма, әлде сәбізден басқа да көкөністер бола ма? Помимо морковки можно давать. Сәбізден бөлек аз мөлшерде қырыққабат, қызылша, қияр ұсынуға болады. Қызанақ бермеңіз, қалғанын беруге болады. Жемістерден қояндардың бананға өстігі жоқ, ал алма мен алмұртты қуана-қуана жейді. Ас көк, ақжелкен, балдыркөк сынды көк шөптерді де беруге болады. Тек көк пиязды беріп жүрмеңіз. Үйге кіріп алдың ба сен? Үйіне кіріп алыпты. Үйінде демала тұрғанша айта кетейікші, бағалары қанша тұрады әрқайсының? Оны сіздерге Алақан айдарының арнайы түбіртегінен көрсетейік. Қоянның өзі 15 мың теңге, ал оған жайлы кең тор 40 мың теңге. Ағаштан жасалған табан толтырғышы 1 айға 1050 теңге. Немесе оған балама ретінде жайлық қолдансаңыз 4 мың теңге жұмсайсыз. Күніне 1-3 ас қасықтан беретін тамағыңызға айына 1500 теңге сақтап қойыңыз. Керамикалық тостаған болса 3 мың теңге. Ал үздіксіз өсетін тісіне 570 теңгелік үй жағдайындағы кальций тасын сатып аласыз. Қосымша сылдырмақты ағаш ойыншықтар 1000 теңгеден 3000 теңгеге дейін барады. Жалпы есепте алғашқы шығыныңыз шамамен 67 мың теңгені құрайды. Қоян, кел. Шықпаймын деп жатыр. Мен адаммын ғой, мен сенен үлкенмін, сондықтан көрдің ба, мен үйіңді аламын да осылай. Саған қарай салам. Міне, қоянның күтіміне қатысты ақпараттардың барлығын білдік. Енді қоян сатып алғыңыз келсе, немесе оны осылай үй қояндарын күткіңіз келсе, ақпараттың барлығы Оян Қазақстанда.